Құрметті достар, мінеки пенальти сериясы басталды. Бірінші болып орындайды Селтик ойыншылары. Анарбеков және Анарбеков! Бүгін 42-тің бірі, мен оқушылар сияқты ақ көйлекті киіп алып, үлкен сумкамды ұстап алып, қалаға шығып бара жатырмын. Бүгін Реал Мадридтің Алматыға келетіні туралы видео түсіретін боламын. Орталық стадионға жол жүрейін деп жатырмын. Алматыға келген сайын мен мына фонтанға жете алмай кететін едім, себебі өзінің уақыты болады қосылатын, осылай судың. Сол уақытқа тап болмаймын да. Қазір міне жаяу өтіп бара жатыр едім, келіп қалдым. Бұл дейтін міне Қазақстан қонақ үйі әйгілі, соған қарама-қарсы орналасқан. Орталық стадионға автобуспен кетіп бара жатырмын. Төлей алмай тұрмын. Қазір QR код тек қана оңай дейтін қосымша арқылы ғана жұмыс істейді екен. SMS арқылы төлеуге болады дейді, соны қазір жасап жатырмын. Аялдамадан түсіп жаяу келе жатырмын. Кезінде біз студент болған кезде мына променадтың сауда саттық орталығы күшті болатын еді. Один из классных деп Абай даңғылының бойымен келе жатырмын. Мына 1-2 минут қалды. Осыдан кейін ар жақта орталық стадион болады. Менің артында Алматы қаласының орталық стадионы. Осы жерде 30 қыркүйек күні жергілікті қайрат Реалдық Мадридпен футбол матчын өткізетін болады. Бұл жалпы тек алматылықтар үшін емес, Қазақстан үшін де тарихи сәт, себебі бұндай үлкен команда, яғни UEFA рейтингісі бойынша бірінші орында тұрған команда Қазақстанға келеді және осы жерде футбол ойынын өткізетін болады. Мен негізі өзім мектеп кезінен бастап, университет кезінен бастап футболды сүйіп қарайтынмын. Қазір енді соңғы жылдары көп мән бере бермеймін, бірақ сол кезде түнгі сағат 1:45, 12:45-те UEFA Чемпиондар Лигасының осындай футбол матчтарын күтіп отыратынмын. Әсіресе қазір есіме түсіп отырғаны ол жатақханада, ол кезде бізде телевизор деген жоқ, әр бөлмеде астына бірінші этажға түсіп, фойеде мынандай кішкентай телевизорда барлық сол футбол матчтарын қыздар жігіттер болып көретінбіз. Түрлі эмоциялар. Жалпы менің жанкүйер болатын командам ол Манчестер Юнайтед, ол кезде сэр Алекс Фергюсон жаттықтырушы болған, Криштиану Роналдо ойнаған, Уэйн Руни, Райан Гиггс, тағы қандай айтсам болады. Есіме қазір түсіп тұрған ойыншылардың аттары. Сол Гаухардың арманы 2019 жылы орындалған болатын. Мен ол кезде Испания, Мадрид қаласына барып, Реал Мадридтің Сантьяго Бернабеу стадионын өз көзіммен көрген болатынмын. Жаз мезгілі болғаннан кейін ол уақытта футбол ойындары болмайды, сондықтан да мен кіріп стадионды толыққанды экскурсия жасаған болатынмын. Қазір енді 2019 жылы арман орындалған Гаухардың 2025 жылы тағы да бір арманы орындалайын деп тұр. Бұйырса, әлі футбол ойынына билеттер сатылымға шыққан жоқ. Бұйырса алып, енді 30 қыркүйек күні осы стадионға келетін боламын. Еще шорты не находил? Дүкенге кіріп шықтым, жалпы қуантатын нәрсе көргенім кішкентай балалар көп және барлығы да осы Қайрат футбол клубының атрибутикасын алып жатыр. Неше түрлі футболка,
жаңағы үстіге киетін кофта, кішкентай мынандай жанкүйерлер жүр екен. Жалпы мен кірген кезде адам болмайды деп ойлаған едім. Орталық стадионнан шығып, қасындағы кафеге келіп отырмын. Мынандай Дель Капучино деп аталатын. Жалпы қасында тамақ ішетін жерлер көп, бірақ көбінесе фастфуд екен. Сондықтан да кафені таңдап, далада көлеңкенің астында отырмын. Осы жерде сіздерге 2019 жылы Сантьяго Бернабеу стадионына барған естеліктермен бөліскім келіп отыр. Қазір де мұны есіме алсам да жүзімнен күлкі кетпейді, себебі бұл мен үшін өте сондай қуанышты сәттердің бірі өмірімдегі. Сол кезде барған кезде 2019 жылы стадионға қарап ойлағанмын, ескі стадион екен деп, содан кейін стадионды реконструкцияға жапқан екен бірнеше жылға. Жалпы біз Мадрид қаласында арнайы туристерге арналған автобусқа отырып, Сантьяго Бернабеу стадион алдынан түсіп кірген болатынбыз. Экскурсия жоғарғы этаждардан басталады және ақырындап төменге түседі. Трибуналарға бардық, басында жоғарғы жағынан вид болды. Одан кейін төмен түсіп астына барып, коридорлармен серуендеп, раздевалкасына кірдік, көптеген жаңағы трофейлар тұр, тақты футболшылардың өмір баяны жайлы, олардың ойыны жайлы ақпарат бар. Жалпы бір өзім сондай тарихи сәтке куә болғандай болдым. Бұл енді футбол фанаттары мені қатты түсінеді деген ойдамын, себебі бұндай сезімді тек футболды жақсы көретін адамдар ғана түсіне алады, сезіне алады деп ойлаймын. Сол енді қазіргі толыққанды реконструкциядан өтіпті стадион, 85 000 адамға дейін сыйымдылық жасапты, үсті ашылып жабылатын крыша қойған екен. Жалпы енді бізге де Алматы қаласына сондай үлкен стадион салат деп жақында жаңалық шықты, ол өте жақсы жаңалық. Қуанып отырмын, жалпы алматылықтар үшін де, қазақстандықтар үшін де біріншіден ол сондай үлкен стадионның салынатыны, яғни футболға дейтін көбірек көңіл бөлінетіні жайлы, және сондай үлкен команда бізге қонақ болып келетіні. Раздевалкаға жаңағы түскен кезде, қазір есіме салып отырмын, барлығы болды. Ванна қабылдайтын, джакузилары, сосын мынандай нелер тұрды, жататын кушеткалар, ятып массаж жасайтын бет, енді әртүрлі болады ғой, травма болатын уақыттарда да ойыншыларда. Ол кезде Серхио Рамос, Лука Модрич, Бейл, Марсело сынды ойыншылар ойнайтын Реал Мадридтің құрамында. Қазір енді қарасам үшін менде құрам жас ойыншылар, енді талай жыл өтті. Ол кезден мен білетін Хаби Алонсо жаттықтырушы, сосын сонау кезде Челсидің құрамында ойнаған Тибо Куртуа енді Реал Мадрид қақпашысы екен. Міне сондай жаңалықтар. Айсти алған едім. Шие және мята қосылған дәмді екен. Телефонымды ашып 2019 жылғы архивті қарап жатсам, тағы бір еске түсетін сәт, ол мысалы матчтан кейін немесе матчқа дейін жаттықтырушы ойыншылар мен журналистердің арасында пресс-конференция өтеді ғой. Сол жерге де отырдым. Сол отырған кезде мына жақта телевизордан сенің бейнең көрінеді. Сол кезде мен де өзімше пресс-конференция беріп жатқан секілді сезініп отырған едім. Қазір сол видеоны қоям. Қызық жағдай. Жалпы осымен мен өзімнің видеомды аяқтағым келіп тұр. Алда бізді қызықты матч күтетініне сенімдімін. Қайратқа тек сәттілік тілеймін. Барша футбол жанкүйерлеріне менен жалынды сәлем. Сонымен қатар менің арнама өтіп, басқа да видеоларымды көруге кеңес беремін. Көбінесе менде саяхатқа қатысты видеолар Қазақстанның қалаларында да бар, шетел мемлекеттеріне де бар. Сондықтан да каналыма өтіп, арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.